Сәлем достар, сіздермен аяулым және де бүгін каналымда осындай турецкий кекстің рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдыста жарып аламыз. Содан кейін оның үстіне 200 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Үстіне 100 мл сүтімізді және де 100 мл шемішке майын құйып, тағы да миксерлейміз. Және аз ғана ванильный сахар саламыз. Енді ситадан алдын ала өткізілген 200 грамм ұнымызды және де 50 грамм какаомызды салып, және 1 шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап тұрып, ең алдымен миксерді қоспай араластырып аламыз. Кейін қосып, жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Енді менде бұл жерде 26 сантиметрлік форма, осындай бөлме температурасындағы маймен жан-жағына осылай жағып шығамыз. Енді қамырымызды үстіне құйсақ болады. 180 градуста қызған пеште 40-45 минут пісіреміз. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 500 мл сүтімізді құйып аламыз және аздап қана қайнағанша ұстаймыз сәл ғана. Және үстіне 20 грамм ұнымызды салып, бірден араластырамыз. Әйтпесе менікі сияқты арасында кесектері қалып қояды. Ондай қалмауы керек. Және үстіне 30 грамм крахмалымызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін үстіне 60 грамм қантымызды қосып, тағы да араластырамыз. Сәл қоюланғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы 150 грамм майымызды саламыз да, тағы да жақсылап тұрып май ерігенше араластырамыз. Міне крем осындай қою болып шығуы керек. Енді пирогымыз дайын болғаннан кейін осылай шпажкамен тесіп шығамыз да, 300 мл салқын сүтімізді үстіне пропиткаға құямыз. Пирог сәл суығаннан кейін үстіне кремін жақсақ болады. Осылай кремін құйып, бетіне жағып, қайттан құйып, тағы да жағып шығамыз. Енді үстіне осылай какао себеміз және пирогымыз осындай болып шықты. Дәмі өте дәмді. Қазір бөліп көрсетемін. Пирог өте нәзік болып шықты және кескенде де өте оңай кесіледі. Әрі жұп-жұмсақ, нәзік, өте дәмді. Міне іші осындай болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Және де менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.